13-ші есеп. Мектептегі 9-шы сыныптар барлық оқушылардың 12%-ын құрайды. Осы 9-шы сыныптардың ішінде 25%-ы үздік оқитындар 15 балаға тең болса, онда мектепте барлығы неше бала оқиды? Енді қарайық. Егер 9-шы сыныптардың ішінде 25%-ы үздік оқитын болса, және ол 15 балаға тең болса, біз 9-шы сыныптағы барлық оқушылардың санын таба аламыз. Қарайық, 15 ол 25%. Ал барлық оқушыны біз білмейміз, сол себепті оны x деп белгілейміз. Ендеше осы x-ті табу үшін біз 15-ті 100-ге көбейтіп, 25-ке бөлеміз. Сонда 60 шығады. Демек 60 оқушы ол барлық 9-шы сыныпта оқитын оқушылар саны. Енді айтады, осы 9-шы сыныптар барлық оқушылардың 12%-ын құрайды дейді. Демек, 60 оқушы ол мектептегі барлық оқушының 12%. Оны бірінші амал деп қойық, екінші амал. Ал мектепте қанша оқушы бар екен білмейміз, біз оны y деп белгілейік, бірақ ол 100%. Енді осы y-ті табу үшін біз 60-ты 100-ге көбейтіп, 12-ге бөлеміз. Сонда 500 шығады. Демек, мектепте барлығы 500 оқушы оқиды. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.